Барлық жануарларға өмір сүру үшін ауа, су, жарық, қорек және де жылу қажет. Адамдар мен өсімдіктердің тіршілігі үшін су қалай маңызды болса, жануарлар үшін де сондай маңызды. Суда көптеген балықтар, жорғалаушылар, қосмекенділер тіршілік етеді. Сен білесің бе? Балықтар мен жануарлар 75% судан тұрады екен, ал медуза 99% судан тұрады. Сиырға 1 литр сүт беру үшін 5 литр су ішу керек. Жылан суда шыға алмайды екен. Өте қызықты, балалар? Жарайсыңдар. Ал енді 104-ті 4-ке жазбаша көбейту алгоритмімен танысайық. 104-ті 4-ке жазбаша көбейту үшін 104 көбейту 4-ті бағандап жазып аламын. Алдымен бірліктерді көбейтемін. 4-ті 4-ке көбейтсем 16. 6 бірліктердің астына жазамын, 1 ондығын есіме сақтаймын. Ондықтарды көбейтемін. 0-ді 4-ке көбейтсек 0. Ойдағы 1 ондықты қосамын, 1. 1-ді ондықтардың астына жазамын. Жүздіктерді көбейтемін. 1-ді 4-ке көбейтсек 4. 4-ті жүздіктердің астына жазамын. Жауабы 416. Жарайсыңдар, балалар. 104-ті 4-ке жазбаша көбейту алгоритмін үйрендіңдер. Енді 416-ны 4-ке жазбаша бөлу алгоритмімен танысайық. 416-ны 4-ке жазбаша бөлу үшін 416 бөлу 4-ті бағандап жазып аламыз. Бірінші томсыз бөлінгіш 4. Демек бөліндінің мәнде 3 цифр болады. Жүздік, ондық, бірлік. Жүздіктерді бөлемін. 4-ті 4-ке бөлсек 1. 1-ді бөліндіге жазамын. Тексеремін. 1-ді 4-ке көбейтсем 4. 4-тен 4-ті азайтамын. 0. Ондықтарды бөлемін. 1 ондықты 4-ке бөлуге болмайды. Бөліндіге 0-ді жазамын. Бірліктерді бөлемін. 1 ондық 6 бірліктен тұратын сан 16. 16-ны 4-ке бөлсек 4 болады. 4-ті бөліндіге жазамын. Тексеремін. 4-ті 4-ке көбейтсем 16. 16-дан 16-ны азайтамын. 0. Бөлу аяқталды. Демек жауабы 104. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабақта сендер 104-ті 4-ке жазбаша көбейтуді және 416-ны 4-ке бөлуді үйрендіңдер. Назарларыңа рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.